дыбысты түзету 4 кезең бойынша жүреді. Яғни, бірінші дайындық кезеңі. Дайындық кезеңінде артикуляциялық жаттығулар жасатасыз. Екінші дыбысты қою кезеңі. Біз артикуляциялық жаттығуды жасадық, дайындық кезеңінен өтіп қойдық, иә. Қазір дыбысты қою кезеңін үйрендік. Дыбысты қою кезеңін білеміз уже. Енді үшінші кезең дыбысты машықтандыру. Яғни, дыбысты машықтандыру, сыны сіз дыбысын қойдыңыз ғой. С дыбысын қойғаннан кейін біз бірінші жаңада С дыбысын ұзақ айтып, қысқа айтып үйретіп алдық. Әрі қарай буынға қарай. Буынның арасында айтуды үйретеміз. Бірінші міндетті түрде дауысты дыбыстылармен қараңыздар. Са, со, су, си, се. Әрі қарай келесі С дыбысын бұл буынның басында айтып үйреттіңіз. Енді буынның ортасында айтып үйретесіз С дыбысын. Аса, осо, усу, иси. Әрі қарай буынның соңында айтып үйретесіз. Ас, ос, ус, ис, ес. Дәл осылай буында машықтандырасыз. Буында машықтандырып болғаннан кейін сөзде машықтандырамыз. Дәл осылай жүреді. Сөздің басында айтып үйретесіз. Мысалы, сыдан келетін, сөздің басында келетін. Мысалы, сағат, самат, сағыз. Енді сөздің ортасында айтып үйретесіз. Асық, қасық. Сөздің ортасында машықтандырып үйреттіңіз ба? Сөздің соңында машықтандырып үйретіңіз. Бас, тас, қас. Дәл осылай буында машықтандырып үйреттіңіз С дыбысын. С дыбысын уже баладан шығарып қойғаннан кейін машықтандыру кезеңі. Яғни буында машықтандырыңыз, сөзде машықтандырыңыз, әрі қарай тақпақтармен, жаңылтпаштармен, ертегілермен машықтандырамыз. Бұл машықтандыру үшінші кезең. Енді төртінші кезең. Төртінші кезең бұл ажырату кезеңі. Ажырату кезеңінде біз осы С дыбысына ұқсас дыбыстарды бір-бірінен ажыратуды үйретеміз. Мысалы, С дыбысын көбіне Ш дыбысымен шатастырады. Енді С дыбысын Ш дыбысынан ажыратуды төртінші кезеңде уже жұмыс жасайсыз. Егер бала бірінші жақсылап машықтандырып алды ма, яғни сөзде айта ала ма, жаңағы тақпақта айта алады ма, әрі қарай сіз не істейсіз? Ұқсас дыбыспен ажыратуды үйретіңіз. Мысалы, кейбіреулер сыны айта алады, бірақ сонда да сөз айтқан кезде шағат деп қояды. Сағатты шағат деп қояды. Сол кезде сіз соның шағат емес, сағат екенін ажыратуды үйрету кезеңі. Осы ажырату үйрету кезеңін, яғни дифференциация деп аталады. Осы дифференциация туралы мен барлық дыбысты қойып болғаннан кейін үйретемін.